Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6-шы сыныптың қазақ тілінің 8-ші тарауының 4-ші параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз үлкендердің сарқыты. Бізде бірінші тапсырмада айтылыпты, мәтінді оқып, ауызекі сөйлеуге тән сөз қолданыстарын табыңдар депті. Бізге мәтінді оқып, видеода оқып уақытты кетіргенше, мен одан алдын оқып алғамын, сондықтан тез жауабын айтайын. Хәлің қалай? Күнделікті тұрмыста жиі қолданылатын сұрақ. Шүкіршілік. Қысқа жауап ауызекі стильге тән. Қолың тие ме? Ауызекі сөйлеуге жиі қолданылады, сөйлеуде жиі қолданылады. Онда тыңдағын. Тыңдағын сөзі әңгімелескен адамға еркін сөйлегенде қолданылады. Жақсылық жасау қолыңнан келсе де ешкімге зиянды жасамау керек. Халық даналығына негізделген ауызекі нақыл. Мынау саған деген сарқытым. Күнделікті өмірде қолданылатын тіркес. Енді астындағы сұрақтарына жауап береміз. Бірінші сұрақ. Ақсақалдың батырға ықылас білдіруінің себебі неде? Екінші сұрақ. Сарқыт қандай жағдайларда беріледі? Үшінші сұрақ. Батыр Бауыржанның ұстанымы туралы не айтасыңдар? Ақсақал батырға оның ерлігі мен батылдылығы үшін ықылас білдіреді. Қазақ дәстүрінде үлкендер жас батырларды қолдап, батасын беріп, оларға сенім артады. Сарқыт той-томалақтан, ас пен қонақтан кейін қарттарға, балалары мен үйінде қалатын адамдарға беріледі. Бұл берекенің, сыйластықтың белгісі. Батыр өз қағидаларына берік, әділдікті, ерлікті жоғары қояды. Ол сый-сияпатқа қызықпай, өз борышын адал орындауға тырысады. Бұл оның шынайы батырлық бейнесін көрсетеді. Екінші тапсырма деңгейлік тапсырма екен. Бізде бірінші деңгейінде айтылыпты. Мәтіндегі мезгіл және мекен мәнді сөздерді теріп жазып, үстеулерді ажыратыңдар деп. Мезгіл мәнді сөздер: күздің, кеше, ертең, таңертең. Мекен мәнді сөздер: есік алдында, ауыл іргесі, үйіме келіп, жаңғалтама. Екінші деңгейінде айтылыпты. Ата-бабаның жолы дегенді қалай түсінесіңдер? Пікір білдіріңдер. Ата-бабаның жолы — бұл ұрпақтан ұрпаққа берілетін салт-дәстүрлер, өмірлік қағидалар мен тәрбиелік мәні бар ережелер. Ол адалдық, кісілік, үлкенге құрмет көрсету, қайырымдылық жасау секілді ұғымдармен тығыз байланысты. Енді үшінші деңгейінде айтылыпты. Көгентүп, Байғазы дәстүрлері туралы мәлімет тауып, диалог құрастырыңдар депті. Сәлем. Көгентүп деген дәстүрді білесің бе? Иә, ол жаңа туған төлді бөліп алу үшін жасалатын дәстүр. Дұрыс айтасың. Ал Байғазы ше? Байғазы балаларға немесе жастарға жаңа зат алғанда берілетін сыйлық қой. Иә, қазақтың ежелден келе жатқан жақсы дәстүрінің бірі. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге емле ережелеріне сүйеніп түзетіңдер, редакциялаңдар. Сарқытынушы. Қазақ дәстүрінде бір туар ұлы адамдардың ел билеген жұртқа қадірлі, игі жақсылардың асының сарқытын ішу әдеті болған. Бұл сол кісінің жақсы қасиеттері жұғады деген наным сенімге байланысты істелген ырым. Әбдуәли Қайдар айтыпты. Қазақ дәстүрінде бір туар ұлы адамдардың ел билеген жұртқа қадірлі, игі жақсылардың астының сырқатын ішу әдеті болған. Бұл сол кісінің жақсы қасиеттерін жұғады деген наным сенімге байланысты істелген ырым деп түзетіп аласыздар осылай. Сосын енді бізде төртінші тапсырма. Төртінші тапсырма. Мәтіннен салт етістіктерді тауып, сабақты етістіктерді салт етістікке айналдырыңдар депті. Үлгі. Бата сатылмайды, батамды сатпаймын деп осылай түзетеді екен. Сатылмайды, батаны сатпайды, қабыл алмаймыз, сарқытты қабыл алмаймыз. Келмесе, ол бізге келмесе, болмайды, бұл жағдай болмайды. Бұл біздің салт етістікті сабақты етістікке айналдырғанымыз. Ал енді сабақты етістікті салт етістікке айналдырамыз. Ұсынса, ұсынды, сыйлармын, сыйладым, айттым, айтылды. Ендігі бізде бесінші тапсырма. Ода айтылыпты. Өз беттеріңмен ізденіп, сөз жұмбақты шешіңдер. Ерекше қатардан шыққан сөзге түсінік беріп, ол туралы өз пікірлеріңді жазыңдар депті. Бізде егер балаға арнап жасалатын той, ол бізде сүндет. Жаңа туған балаға атап берілетін төл, ол бізде бәсіре. Сырттағы адамға арнап сақталатын дәм. Негізінде ол бізде сарқыт болған. Бірақ мен мына жерде қателесіп кетіппін. Біреудің өтініші, тапсыруға берген заты, ол бізде аманат.
Ал қуанышты хабарды жеткізуші адамның сөзі сүйінші көші-қонмен байланысты дәмге шақыру дәстүрі, ол бізде ерулік болады. Біздің сонда сөз жұмбағымыздың шешімі дәстүр болған. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар, және менің тағы видеоларымды күтіңіздер. Осы